Василий Васильевич Макиенко екінші дәрежелі Ұлы Отан соғысының ордені Кенигсбергті алған үшін және Германияны жеңген үшін медальдармен марапатталған. Бұл соғыс ардагерінің есебіндегі тек бірнеше медальдардың атауы. Соғыс жылдарында ерен еңбегімен көзге түскен ардагер биыл өзінің 98 жылдық мерейтойын атап өтті. Ардагерді мереке қарсаңында облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамедовті құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Сегодня в такой канун такого великого праздника. Бүгін осындай керемет мереке қарсаңында сізді арнайы құттықтайын деп келдік. Мемлекет басшысының арнайы сәлемдемесін жеткізіп, сыйлықтарымызды алып келдік. Президентіміздің құттықтау сөзін жеткізуге рұқсат етіңіз. Құрметті Василий Васильевич, шын жүректен сізді жеңіс күнімен құттықтаймын. Біздің мемлекетіміздің қорғанысы үшін, ерен еңбегіңіз үшін алғыс білдіреміз. Сіздің қайратыңыз әрқашанда өскелең ұрпақтың есінде қалады. Сізге қажымас қайратпен ұзақ ғұмыр тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Василий Васильевич сол қиын кездердің естеліктерімен бөлісті. Оны 1943 жылы әскерге шақырған. Басында ардагер 44-ші запастағы атқыштар полкіне түскен. Ал әкесі 37-ші атқыштар полкіне қызмет атқарған. 1944 жылдың басында майдангер Белоруссия мемлекетінде қарсы алған. Кейін ардагер 5 жыл бойы десантшы ретінде қызмет атқарып, ұшақтан 75 рет секірген. Қызмет бабымен суға да, орман ортасына да қонуға тура келетінін жеткізеді. Белоруссия мемлекетінде Василий Васильевич жұбайымен кездесті. Соғыс жылдары ардагердің жұбайында айналып өтпеген. Биыл өкінішке орай ардагер 73 жыл бойы отауласқан, жарынан айырылған. После 2 лет войны 2 жыл соғыстан соң мен 5 жыл бойы десанттық батальонда қызмет атқардым. Менің арқамда 75 парашюттен секіру бар. 1950 жылы әскерлер қатарынан шығарылып, азаматтық жұмысқа орналастым. Көп жылдар бойы құрылысшы болып қызмет атқардым. Зейнетке шығар алдында соңғы 10 жыл бойы Есіл су серіктестігіне жұмыс жасадым. Қазір Василий Васильевич 97 жаста. Оның 3 қызы, 5 немересі және 6 шөбересі бар. Соңғы кездері денсаулығы сыр бере бастаған. Бірақ кеңес әскерінің батыры бүгінгі күнге дейін салауатты өмір салтын ұстануға тырысады. Азат Құрмаш, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.